Ne қақырлатып кеттің? Бірдеңе іздеп жатсың ба? Алтын сақинам жоғалып қалдым. Соны іздеп жатырмын. Алтын сақина? Қолынан түсіп қалды ма не? Жоқ, сумкамда тұрған, что-то таппай жатырмын, жоқ. Сумкаңда тұрса ол, қалай ол? Тұру керек қол. Бірақ қоймай жүр, түсіп қалғанша жөндеп көрсей. Енді соны айтып тұрмын ғой, жоқ деп. Біреу алып алды ма, түсіп қалды ма? Көру керек қой, жан жақтың да. Алло. Алло. Әвеслейді. Алло. Иә, саламатсыз ба? Иә, Спандер мейрамханасы. Кім керек сізге? Иә, тәулік бойы жұмыс жасаймыз. Иә, келе беріңдер. Хорошо. Көрдің ба? Клиенттер хабарласып жатыр бізге. Мырзахан аға, білесіз ба? Біздің маркетингті жақсарту үшін тағы бір нәрсе жетіспей тұр. Ештеңе жетіспей кетті бізге, тағы не жетпей қалды енді? Ол телефонмен сөйлесу мәнері жетіспейді. Сіз алып, алло деп сөйлесуге болмайды ол. Білесіз ба, банктың қызметкерлері сөйлеседі ғой, сыпайы, мәдениетті, дәл солай сөйлесу керек. Қалай сонда? Қалай ол? Мәдениет сөйлестік қой қазір. Жоқ, былай қараңыз, тыңдаңыз. Сөздер үзіп-үзіп сөйлейді ғой, акцентсіз. Мысалы, сәлеметсіз бе? Сіз қонақ жайлы қазағымның мейрамханасы. Алло, саламатсыз ба? Сіз қонақ жайлы қазағымның үйі Аспандияр мейрамханасына хабарласып тұрсыз. Қандай көмек көрсете аламыз? Сызылмай-ақ қой, бұл Бақыт қой. Мен ауруханаға түсіп қалдым. Ой, Бақыт, өлі, не болып қалды? Тештік ма? Қаназдық қой баяғы, қасымда школа бар, уайымдамаңдар. Қаназ... Ескертіп қойып жатқаным ғой. Ой, қашан түсіп қалдың, ей? Сол өткенде түсіп бүйтіп, енді уайымдамаңдар, сосын келем ғой. Жақсы ма? Жарайден жазылып кетенді. Ой, шұғыла қалай, жақсы ма? Жақсы, бәрі жақсы. Жарайды. Ой, Бақыт больницаға түсіп қапты. Қаназдық сол. Мырзахан аға, арғы жақтардан қарап жіберіңізші, ана кассаның астынан. Бұл жақтар көрінбейді, ол жоқ. Жату керек еді ғой. Arman, bilgеш? Той сенде жарайды. Жарайды онда. Мен ағам келді, мен айтпақшы. Жарайды, жақсы. Жақсы, сау бол.
Алло, сіз қонақжайлы қазағымның Аспандияр мейрамханасына хабарласып тұрсыз. Иә, сізге қандай көмек көрсете аламыз? Жоқ. Оқашық. Бәсе, бізге кім звондап қалды деп? Осындай шатасып кеткендер, қателесіп кеткендер звондайды бізге. Алло? Иә? Иә, Аспандияр мейрамханасы? Иә? Ойбай болды? Ойбай, айна ол кісі келетін болса, Марат Омаров келетін болса, онда бір стол емес, біз 2-3 стол резервістеп қоямыз ғой. Болды. Жарайды, рахмет. Охо, Марат Омаров. Бақыт, алтын, дайындалыңдар. Марат Омаров келетір екен. Охо, мен қай жерге отырғызам менің мұны, Бақыт деймін. Ой, Марат аға. Қош келдіңіз. Менің есім Мырзахан. Мына мен кісі менің анам Күлдерай апа. О, бәрекелді. Мырзахан бауырым Күлдерай апа, бақуат шапқылап жүрсіздер ме? Осы қонақжай қазағымның үйі Аспандияр деген дәмхананың осы мен өзім іс жүргізушімін. Бәрекелді. Шүкір балам, аман есен мынау Құдайдың қалауымен балалардың ортасында жүріп жатырмыз. Тәубә. Қабыл болсын. Мен де мына айт мерекесінде ауылға бара жатқам ғой. Анамның қасында, ауылда айт мерекесін өткізіп бірге анамның қасында болайын деп. Мына жігіттер хабарласып, осы орта жолда тоқтап, ауыз ашсын деп ілтипаттығын білдіріп отыр екен. Дастархандар жайып қандай керемет. Маған звондады. Телефон соқты. Сөйтіп бір орын дайындап қойсыз, енді орын бізде енді адам көп. Болмайды ғой мына жерде. Сол енді жаңағы адам болмаған екен. Ойбай, қалай болады деп Марат Омаров келеді деді. Марат Омаров болса онда орын табамыз деп әкеп отырмыз ғой. Тамаша екен. Аспандияр дәмханасы керемет екен. Уақыт болып қапты. Да? Ал, кәне. Дұға жасап жіберіңіз. Ал, дұға жасайық. Раббим Алла, осы оразамызды қабыл етіп, Алла тағала 30 күн ұстаған оразамыз қабыл болып, тек қана Алланың нұры, Алланың қасиеті, Алланың шашу, Алланың нәсібімен келетін жақсылықтар мол болсын. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла берейін. Рахатына. Ерекше су ғой, таудың су ма? Бұлақтың суы. Бұлақ па? Түх, шіркін-ай. Таза жүрек. Бірденен адамның жүрегінде таза қылады, сезімінде таза қылады, ойында. Сондықтан керемет жерде Аспандияр мейрамханасы өмірі ұмытылмайтын жер екен. Бәрекелді. Шайдан отырыңыз. Шайды тәтті қояды бұл жерде. Шыны керек пе, сіз келеді деп жаңа хабарласқанда бар ғой. Қатты қуандым әй. Рахмет айным. Күттік. Әсіресе анам қатты күтті. Бәрекелді. Қанша дегенмен сіздер еді мега жұлдызсыздар ғой бір кезде. Сіздердің бұл кісілерге ыстық көрінеді да. Толқыды. Ой, бәрекелді. Шіркін. Міне Күлдерай апа, міне көрмейсіз бе осындай бауырларымыз бар кезде, осындай балаңыз бар кезде нағыз бақытсыз боласыз. Қандай тамаша. Мырзахан жалғыз болған емес. Мен Марат баламды ана туралы ән үшін ерекше құрметтеймін, айналайын. Алла разы болсын. Енді анасын сыйлаған бала еш уақытта жаман болмайды. Иншалла. Иә, анаңыз қалай? Денсаулығы қалай? Жасы нешеге келді өзі? Анам биыл 93-ке келіп жатыр, Құда қаласа. Мынау Күлдерай апа, Мырзахан бауырым, ана мен баланың анаға деген махаббаты шығар. Анамыз екеуміз бір айда бір күнде туылғанбыз. Жақында 15 сәуірде біз анамыз екеуміз туған күнімізді тойладық. Жан жақтан құттықтаулар алып, сонау мұхит асып шетелден де бауырларымыз хабарласып жатыр. Қандас бауырларымыз сол жақтан. 1988 жылы тұңғыш рет осы анашым әнін дүниеге алып келді. Оның өзі бір тарих. Күлдерай апа, өздеріңіз білесіздер. Оны анам сағынып мені осы Алматыға келген кезде
мен біраз уақыт хабарласпай, сонда анам келіп мені таппай кетеді ғой. Екі қоржын ауылдан алып келген екі сумкасы бар, баяғы анау тақиялы періште сияқты ғой енді сол заманда. Өзі телефон жоқ қой, телефон жоқ, ешнәрсе жоқ. Мынау жатақхана, ол кезде өзіңіз білесіз, Байзақовадағы өнер жай тақпақханасы, бәрі арқа жарқа болып жүрген өзің сияқты студент, абитуриенттер бәріміз біреу кезде қуанып жағы неғып жүрген керемет заман еді ғой. Арқаланып келеді ғой аналар. Сол кезде анам келе жатқанда бәрі жүгірмей ма, ойбай, өзімізді анамызды көргенде ауылдан келе жатқан апа. Жай емес, бір үлкен немен келе жатыр жағы. Нұрымен, сосын жаңағы ауылдың, елдің тағаммен дегендей. Бүкіл қазақтың қазынасы ғой, мінекей сол жаңағы елден қазы қарта, жал жая, құрты бар, мейізі бар, бәрін алып келатқан анам, бәрі шапқылап, ой, кімді іздеп келдіңіз, Марат? Ой, Марат өзім досымыз ғой, кіріңіз апа деп бәрі жан-жақтан алып кіргізіп, коридорда тұрғызып қойып, сол қайда, Марат келеді. Қайда келеді, кешке дейін келіп қой. Әні келеді, мені келеді, қайда, екі күн жоқ қой, мысалы. Содан, ойбай қой деп, сол күні кешке анам отырған айтады, бір хабар келеді, киноға түсуге кетті. Ол кезде Жаушы деген Әзірбайжан Мамбетов ағамыздың киносы мына Қапшағайда соған түсіп атқанбыз. Эпизодта жаңағы ол кезде. Содан жаңағы балалар тұрады, ойбай келеді, осында ертең келеді, апа. Әй, сендер де баламсыңдар ғой. Марат жоқ болса да сендер баламсыңдар, сендердің де аналарың осылай күтіп жүрген шығар. Олар кеседе осылай жасайды, мына дастархан не қыламыз осы? Тұра бере ме? Жайындар анада коридор. Ақ дастархан жай жіберіп, столдарды қуа жіберіп, бүкіл абитуриент бар, студент балалар ғой бәрі. Қыздар бар, балалар бар, бәрін келдер. Бәрін қаптатты кетті бәрі. Сендер менің балаларымсыңдар. Ауылды, елді, аналарын сағынып жүрген боларсыздар. Міне келіңдер деп. Содан жаңағы мен келгенде уже анам кетіп қалған ғой. Келсем, ой, балалар қуанышы жаңағы күлкісі қойнына сыймай, Марат, ойбай сенің анаңды көріп, тура өзіміздің анамызды көргендей болдық. Керемет екен анамыз. Керемет, анау тамағы деген әлі кетпей жатыр, анау қазы қартасы, анау бауырсағы, құрт мейізі бәрі аузымыздан кетпей жатыр. Керемет екен деп мақтаған сайын мен ішімде тұрып қояды. Сосын кірдім дағы кешкі сағат 11-лерде болады. Кроватым тұр екен, сосын сумка тұр екен. Сумканың қасында, сумканың ішінде спортивный киімдер алыпты маған. Соны көрдім. Мен де өзімше ренжіп тұрмын ғой, не күтпеді, ақыр келгеннен кейін. Сағыныш бар іштегі. Не бар? Ол кісі ренжіп кеткен, мен өзімше ренжіп жатырмын да, мысалы. Сондай болады ғой өзі. Сол біраз болған, не мағамызға. Барып, жата қалған кезде жастықтың астынан кішкентай ана қағаз астынан құлап түсті. Қарасам бір қағаз ішін ашып қарасам жазу, анам жазып кеткен екен. Айналайын, балам ау. Son жерден алыстан іздеп келгенде өзімді көре алмай кеттім. Ең болмағанда әкеңді көрмеп едім. Әкем өзі 1 жасымда дүние салған. Әкесі сөздің. Әрі әкең, әрі анаң болып тәрбиелеп. Son жерден келіп өзіңді аңсап сағынып келгенде көре алмай қалдым. Ең болмаса басыңды сипамай кетіп бара жатырмын. Хабарлассайшы балам ау. Сағындым ғой. Сол бір ауыз сөзден анама деген сағынышым өзі сыймай кетті көзіме. Сөйтіп, ана жерде ана қағаз қолмен жазған, анамның қолмен жазған өзін қолтаңбасына дейін білем. Өзін көргендей болдым да, жазудың артында. Анам бет бейнесін өзім елестедім. Бір нәрселер істегім келеді, ұйқы жоқ. Ой, жан-жақтан. Бүкіл ауылы есіме түсіп жатыр. Анамның 1-ші сыныпқа дейін апарғандағы, балабақшаға апарғандағы, бүкіл өзімнің өмірім, осыған дейінгі бүкіл өмірім, сөйтіп өзімді кінәлай бастадым. Не сол сонша аяқта жүріп қалдым, ең болмаса бір көре алмадым анам. Келуім керек еді ғой деп, міндетті түрде ертең хабарласам. Ертеңнен қалмай хабарласам, болмаса анама барам деп жаңа жерде сол ары бері жүріп бір кезде қарасам, күй сандық тұрған. Сосын домбыра тұрған. Сол барып домбырамен дырылдатып, жайлап, ойнап келдім де күй сандықпен келіп. Шет жүрсем сағынарым деп. Яғни, сағынышым. Шын сағыныштан. Сол сағыныштан, сосын
анам 32 жасында жесір қалған. 2 ағам, 2 әпкем болған, 5-еуміз, және әжем бәрімізді сол асырап, яғни тәрбиелегенде кезінде, ешқайсымызды кезінде енді шынымен мені ешқандай ешкімнен кем болмасын деп тәрбиеледі. Кезінде гармон әперіп, гитара әперіп, қайсына өзің үйір болсаң, соны өзің қолыңа ал. Өйткені бұл әкеңнің арманы. Әкең сен жылағанда айтатын еді, осы балам бір нәрсені тесіп шығады. Бұл балам осы бір нәрсені бір қазақтың ер азаматы болады, соны көрсем екен деп армандап кетіп еді. Сол әке арманы деген әнде қатар шыққан сол әкенің арманы. Сонда жаңа анамның неғанына көңілім соншалықты толқыған, соншалықты сағыныш туды, қазақтың даласына жайып ән шығарайын ана туралы деп ал келгенде сөзіне келгенде қиналдым. Кейіннен де ертеңіне анама хабарласып арқа жарқа бана әуелі шыққан білмеймін, бірақ ішімде шыққа айта алмаймын. Ішімде ананы көріп, одан кейін неғылып, сосын қайтып келіп телевидениеде біраз ағаларымызға барып жүрсін, Ерманов ағамыз, Еңлікхан деген ағамыз бар, Құсман деген ағаларымыз бар. Соларға барып, біраз кісілерге барып, ақындар керек маған, осын жазып беретін деп. Сөйтіп біраз жүргенім бар. Бір кезде Рафаил Мананбаев деген ағамыз болатын, телевидениеде істейтін. Біраз істеген, марқұм болып кетті. Сол кісі келіп айтты: Марат ау, неғып қиналып жатсың сен? Сен барсаң, бір-ақ адам жазып береді саған деді. Бұның неғып десем, ол тағдырды сенің тағдырың сияқты. Қазір анасы 94 жаста. Әкесінен ерте айырылған. Сол ағаң бар, аты Қайрат Жұмағалиев. Сол ағаңа барсаң, осыны жазып бер. Қайрат ағама бірден әкелмем, алтыда ертең анасы барады, еш қартаймайды. Тарс ете қалды. Сосын Құдайберген Қазбеков әке арманын жазып берді. Бірден 2 ән шықты. Әкеме шығарған себебім жаңа әкем 9 бәйтерек еккен естің алдына кезінде. Сол 9 бәйтеректе жалғыз ғана бәйтерек өсіп тұр қазір. Жапырағын жайған бәйтерек тереңге тартқан тамырын. Сезбеппін әке ертерек жаныңның ыстық жалын. Сол кісі жол салып кеткен екен ғой маған. Сонда қараңызшы, енді баяғы Шәмші ағамның бата бергені бар маған 7 жасында. Маған. Онда ауылға келіп, мысалы ауылдан шықтық қой, біз ешкім бола қойған жоқпыз. Ауылда жаңа шыққан кезімізде 7 жасымда Шәмші ағамыздың ана туралы әнін шырқап айтады екен. Мен мынау Шолоқұрғанда айтқан кезде енді өтірік па шын ба созаққа дейін жетеді екен дауысым. Сондай кең болған ғой. Сондықтан сол Шәмші ағам бата бергенде айтқан, осындай қара домалақ балалардың өнер мектебін ашу керек деп маған бата беріп кеткен. Енді қараңыз, сол өнер мектебі 20 жылдан кейін парадокс Астанада өнер мектебін ашты. Көрдіңіз бе? Қазіргі мега жұлдыздардың бәрі сол әнші балапаннан шықты. Сол қазір олардың бәрі шәкірттер десе мен артық айтпаспын. Қазіргі қай-қайсысын алсаңыз, әнші балапаннан тәжірибе алып, өсіп өніп шықты. Алхамдулилля. Енді мен тек қана сол ана туралы жалпы мынау қазіргі кезде имандылықты мына жастардан сұраймыз. Осы ораза ұстап отқан қаншама жастар бар. Керемет қуанасын. Біз енді Меккеге барғанда да сол тілеп, ниеттеніп, ең алғашқылардың бірі болып бардым ғой. Сонда арнайы шығарылған әнімде Меккеге барғанда Мәдине қаласына Алланың нұры жауған мұсылман баласына бас иіп сәжде қылдым, тәу етіп қағбасына. Екіншісі оған жауап ретінде Меккеге барғанымда Мәдине қаласына жүректің лүпіліне аманат саласың ба дейді. Құранды қазық еткен ұрпақтың санасында. Айналайын, аман бол. Міне осы жастарымыз қазір Құдайға шүкір, олардың да имандылыққа бой түзеп жатқаны керемет. Ал онда Мырзахан бауырым айналайын, Күлдер апа, рахмет сіздерге. Анама да асығып бара жатыр ем, жол жүріп. Жолаушыны жолынан қалдырма дейді. Ал апам. Ал айналайын, қайда жүрсең аман бол, жортқанда жолың болсын. Анаң жасы 100-ге келгесін, Құдай қаласа 93 жүрбесін, өздерің соның артын қуып жүре беріңдер. Аумин, рахмет, Алла разы болсын. Алла разы болсын. Бәрекелді. Өте жақсы мейрамхана екен. Керемет. Жақсы апа. Жолда жүріңіздер. Бәрекелді мінекей. Алло, сіз қазағымның қонақ жайлы үйі Аспандияр мейрамханасында хабарласып тұрсыз? Мырзаханаға деймін. Ау? Кешіріңіз, кухняға келіп кете аласыз ба? Камчата сен ба? Иә, мен ғой тегі. Алло. Жарайды. Мен Мырзаханаға. Болды, кухняға ма?
Иә, кухняға. Жарайды қазір. Ау, Камшат. О, таусы. Иә. Молодец, қайдан таптың? Сіздің балаңыздың курткасының қалтасынан таптым. Қой. Иә? Қой, мүмкін емес ол. Мүмкін, бәрі мүмкін. Бір түсініспеушілік болып қалған шығар мына жерде, бұл мүмкін емес ол қалтасында не алып жүр ол? Жоқ, кеше көрдіңіз, иә? Мен іздеп шыр айналып барлық жақты іздедім. Сол кезде көрген жоқпын, білмеймін деді да, енді міне курткасының қалтасынан шықты. Сен неге оның қалтасын тексересің? Неге тексересің? Өзім затымды іздедім, содан соң қарадым, таптым содан кейін. Енді елдің бәріне жария қылып, дабыра қылмайын деп өзіңіз шақырып отырғаным осы. Ай, мүмкін емес ол. Ертең сөйлессек болды ма? Ертең сөйлесейік, ә? Деді. Ертең. Не ғой, мен бұл Сақинаны есік алдан тауып алдым. Арман екеуміз ойнап жүргенбіз ғой. Сосын аяғым шешіліп кетті да, сөйтіп мен жерге отырып аяқ киім киіп атсам, жерде жатыр екен. Ал Арманның курткасы менде болатын. Сөйтіп мен ол Сақинаны алдым да, Арманның курткасын қалтасына сақ қойдым. Ал Арман болса оны білмейтін. Бәсе, мен білдім ғой негізі Арманның олай істемейтіндігіне. Мырзахан аға, ренжімейсіз ғой, я мен кеше сәл эмоцияға беріліп. Ой, жоқ. Саған қайта реніш жоқ. Саған реніш жоқ. Сенікі қайта қалыпты реакция. Сенің орында болсаң, мен де сөйтер едім. Мен де сөйтіп ойлап қалар едім. Бұл сенің кінәң жоқ. Бұл жерде мына алтынның кінәсі болып тұр. Көрдің ба? Бұл алтынның үшін біз қандай болып отырмыз қазір? Алтынның түбіне ешкім жеткен жоқ. Алтынның жеткен түбіне талайлардың деп анау Мұхтар Ниязов ақын Бекерге айтпаған. Сонда отырмын. Алло, сіз қонақжайлы қазағымның аспанде... Не болды бақыт? Жарайды. Алып барайын дәрі-дәрмек. Темір жетпей жатыр дейді. Жарайды, жақсы. Қашқан машинасымен бару керек болды ғой. Қарашы мына, ойфырмай, тура қарашы мына не. Әшейінде осы темірді менсінбей, мына алтынды әспеттейміз, е? Ал енді қара, ана бақыттың қанына 2-3 миллиграмм темір жетпей, бас айналып тұра алмай жатыр. 2-3 бақ? Қарашы. Ей, алтынға мұқтаж қылса, мұқтаж қылсын. Темірге мұқтаж қылмасын, Құдай. Бопты, Арман, мәді жүндір. Шешелеріңе барамыз сендер. Жүндір, сен жұмысыңды істей бер. Армандаймыз бақытты жанияның болғанын, Ақылды қарияның жолдары, байлығын екі қолдағы. аңғармаймыз бағыңды даралайтын күшінде, барыңды бағалайтын кісінде, өз отбасыңның ішінде. Өлкені
Каттыктын сагындырган шагы бар. Каттыктын